Біріншесін айтасың ғой, Армысыздар желі көрермендері, қымбатты әріптестерім. Туған жерге тағзым жобасы аясында Алтын діңгек өзім туған босағам атты тақырыбында тікелей эфирде сыр сұхбатымызды бастаймыз. Бүгінгі қонағымыз қоғамда ерекше істерімен, ақыл парасатымен, адамгершілік асыл қасиетімен, беделімен жұртшылыққа танылған қазіргі Пенжім ауылдық округі бұрынғы Калинин атындағы колхозда ұзақ жылдар еңбек етіп, еліне еңбегі сіңген бүгінгі күнде ауылымыздың құрметті азаматы Шахсынқаев Ербосын Жанғазыұлы. Аға, эфирімізге қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді мына желі көрермендерге өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Шахсынқаев Ербосын Жанғазыұлы. 1945 жылы 26 қыркүйекте Алматы облысы Панфилов ауданы Пенжім ауылында дүниеге келдім. Мен 5 бала өсіріп, 5 баладан 17 немере, 2 шөбере көріп отырмын. Қазіргі күнде осы зейнеттемін, осы Пенжім ауылында тұрып жатырмын. Рахмет. Туған жер сізге несімен ыстық? Туған жер енді халықтың барлығына өте тәтті болады. Туған жер деген, ол деген ерекше өзінің өскен жұрты, ауылына байланысты. Мен бұл ауылымда, туған жерімді ешқандай қаламенен ауылға салыстырғым келмейді. Өте ыстық маған. Дүниедегі ең ыстығым менің туған жерім. Рахмет. Жас кезіңізде қандай болдыңыз? Жас кезімде мен енді оқуды бітіре салғаннан бастап осы қоғамдық жұмысқа, ол кездерде колхоз еді, колхозда мынау қазіргідей ақша емес, еңбек ақы төленетін, жарты еңбек, бір еңбек деп. Содан бастап сол колхозға кірістім. Жас кезімде білмегенімді үлкендерден сұрап, білгенімді кішілерге үйретіп, сол ұзақ жылдар сол колхозда жұмыс істедім. Ол кездерде колхозда партия, комсомол деген ұйымдар болды. Сол комсомол ұйымда жұмыстан тыс кезімде соларға белсене қатынасып, соның арқасында мен мынау Черкасская оборона деген мынау Сарқаншақта сол комсомол жолдамасын барып, сол жақта көріп, ол кездерде сондай енді автобуспен апаратын, бұндай қазіргідей не емес, өте жақсы болған. Мен сол қоғамдық жұмыстардың арқасында талай, мынау енді Индия мемлекетіне бардым, мынау Орта Азия мемлекеттерін аралап келдім. Осы барлығы жұмыстың арқасы, осы туған ауылымның өзімнің еңбегімнің арқасы шығар сол. Жақсы, керемет, рахмет аға. Еңбек еткен жылдары есіңізде қалған ең бір қызықты оқиғамен бөлісе кетсеңіз? Енді ол қызықты болғанда, біз мынау біздің ауылымыздан жайлау жоғары, бір 17-18 километрдей. Сол кезде мен жайлауды тамашалап барған достарымызбен барған кезде, біз оны жайлаудың қызығына тоймай, қызықтап жүріп, апарған көліктен қалқап, сол 17-18 километр жерде жаяу 4-5 жолдасымызбен жаяу келген күндерім, сол қызықты күндер өткен. Жақсы, рахмет. Қандай әдебиетті оқығанды жақсы көресіз? Көркем әдебиеттер, оның енді ішінде мынау менің сүйіп оқитындарым Қасым Қайсеновтің «Жау тылындағы» кітабы, романы, одан кейін Мұхтар Әуезовтің, Сәбит Мұқановтың «Ботагөз», Абайдың романдары, әсіресе Мұқағалидың өлеңдеріменен көбінесе соларды оқып жүрдім. Қазіргі жастар қандай? Қазіргі жастарға көңіліңіз тола ма? Ауыл жастары туралы айта кетсеңіз. Енді мен қазіргі жастарға бәрі бірдей, бес қолды саусақ бірдей емес, бәріне жақсы көңілім тола қоймайды. Себебі ауылдың жастарына өте көңілім толады. Себебі бұлар деген өзінің қазір еңбек қолдығымен, адамгершілігімен, мынау ана тіліміз, қазақ деген ана тіліміз, осыны сыйлай біледі. Ал енді мен көбінесе ренжитінім мынау қаланың жастарына
көбірек ренжеймін, себебі көңілім толмайды. Себебі олар дегендерде кішкене мынау адамгершілік кішкене төмендеу, одан кейін жұмысқа жалқау десем бәріне кетер. Енді бар, себебі өзінің ана тілін көп сыйламайды, көбінесе орысша сөйлейді, басқа тілде сөйлейді. Мына біздің басқа ұлттарымыз қазақша сөйлеп жатқанда олар орысша жауап береді. Мен соған кішкене көңілім толмайды. Енді қазіргі күнде бала кезіңізде қандай спорт және ойын түрлерін ұнаттыңыз? Мен бала кезімнен, мектепте оқып жүрген кезімнен бастап бокс, шахмат, дойбы, баскетбол, волейбол, футболға дейін қатынастым. Мынау бокстан мектепаралық, аудандық мектепаралығында жеңімпаз болдым. Ал енді шахмат, дойбыдан ауданымыздың бірінші, екінші орнын алып жүрдім. Мынау зейнетке шыққаннан кейін шахматтан облысқа барып, мына 60 жастан жоғарғы зейнеткерлердің арасында 2 рет 4-ші, 5-ші орынды алдым, жүлдегер болып келдім. Одан кейін мына волейболдан 65 жасыма дейін осы ауылымыздың құрамасында ойнап келдім. Түгел осы менің бала шағымның бәрі де осы өзім сияқты спортсмен, қыздарыма дейін, балаларым, немерелеріме дейін бәрі осы спортты өте жақсы сүйеді. Себебі спорт деген денсаулықтың кепілі. Өте спортпен шұғылданғанның арқасында осындай жасқа келіп отырмын. Спортты тастамау керек, жастарға айтатыным. Рахмет. Ел тыныш жүріп жатсыз ортамызда, құрметпен қол жаямыз батаңызға. Шүкір дейді ақ шашты ардагерлер, айналар өмір үлгі ата аңызға. Батаменен ел көгір демекші, желі оқырмандарына жақсы тілектеріңізбен батаңызды берсеңіз. Әуелі Құдайым оңдасын, қызырбағың қолдасын. Бастарыңа амандық берсін, астарыңа адалдық берсін. Бала шағаң ғалым болсын, қоратылған малың болсын. Ақылшы 70-те шалың болсын. О Тәңірім, делбені қоздырма, кедей қып жатқа қол создырма. Таудай талап бер, бармақтай бақ бер. Барлық халқыма амандық, жұртыма тыныштық тілеймін. Амин. Амин аға, жақсы тілектерің үшін рахмет. Ербосын Жанғазыұлы, сізге осы желі оқырмандары жақсы тілектерін айтып, құрмет көрсетуде. Аға, сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тілеймін. Алтын уақытыңызды аялап, жақсы сыр сұхбат бергеніңіз үшін кітапхана атынан көп алғыс айтамыз. Рахмет. Қадірменді желі оқырмандары, ардагер, құрметті, ардақты, қадірлі адам деген мәнді білдіретін этикалық ұғым. Ел қамын ойлап, намысын қорғаған, елеулі еңбек сіңірген, абыройлы адамды халық ардагері деп жоғары бағалайды. Бүгін бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Бүгін де бізге желіде бірге болған. Рахмет аға. Зейнеткер, ауылымыздың құрметті азаматы Жасынқаев Ербосын Жанғазыұлы. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Рахмет.